Қандағы қантты түсіріп, іштің кебуін басатын ем. Кез келген дүкенде өте арзан бағада сатылады десем, сенесіз бе? Ата-бабаларымыз осы өнімді тұтынып, 100 жасқа дейін ауырмай жеткен. Дәріханадағы қымбат дәрумендер мен шетелдің суперфудтары бұл жай ғана маркетинг. Ал сіз бұл алтын өнімнің қасынан күнде мән бермей өтіп жүрсіз. Бүгін мен Мирас Ерламлы ұйқы безін қалыпқа келтіріп, қант диабетінің алдын алатын бірегей өнім туралы айтамын. Видеоны соңына дейін көріңіз, өйткені бұл ақпарат денсаулығыңызды сақтап қалуы мүмкін. Оң қолыңызды жұдырыққа жұмыңызшы. Міне, сіздің ұйқы безіңіздің көлемі тура осы жұдырықтай ғана. Бұл кішкентай мүше асқазан мен ішектің артында тереңде орналасқан. Ол сау кезінде өзін мүлдем сездірмейді. Тек ағзаңыз ауыра бастағанда ғана дабыл қағады. Ұйқы безі бір уақытта екі маңызды жұмыс істейді. Эндокриндік қызметі инсулин мен глюкагон бөліп, қандағы қант деңгейін реттейді. Экзокриндік қызметі тамақты қорытуға қажетті ферменттерді бөледі. Ол өте төзімді мүше. Шамасы таусылып, соңғы нүктесіне жеткенше еш шағымданбай, үнсіз жұмыс істей береді. Сондықтан оны бүгіннен бастап күтуіміз керек. Ұйқы безінің 5 қауіпті белгісі бар. Ең бірінші белгі – құрсақтың жоғарғы жағындағы тұйық, тартатын ауырсыну немесе ыңғайсыздық. Көбінесе бұл ауру белге беріледі. Науқастардың көбі мұны жылдар бойы остеохондроз немесе бірдеңені дұрыс жемедім деп мән бермей жүре береді. Есте сақтаңыз. Егер ауырсыну майлы немесе ауыр тамақтан кейін күшейіп, алға қарай еңкейгенде сәл басылса, бұл ұйқы безінің көмек сұрап айқайлаған тілі. Ол қабынған және шамадан тыс жүктелген деген белгі. Екінші белгісі – нәжістің өзгеруі. Ұйқы безі нашар жұмыс істесе, тамақты қорытатын ферменттер жеткілікті бөлінбейді. Нәтижесінде майлар ыдырамайды. Нәжіс ашық түсті, майлы болып, дәретхана қабырғасына жабысып, нашар жуылады. Бұл жай ғана ыңғайсыздық емес. Бұл ағзаның А, Д, Е, К дәрумендерін сіңіре алмай жатқанның белгісі. Мәселен, Д дәруменінің жетіспеушілігі диабет қаупін тікелей арттырса, К дәруменінің тапшылығы қанның ұйуын бұзады. Мұның бәрі бір-бірімен тығыз байланысты. Үшінші белгі – себепсіз салмақ жоғалту. Егер сіз диета ұстамай, жаттығу залына бармай арықтай бастасаңыз, бұл қуанатын жағдай емес. Ұйқы безі ақуыз бен майды қорытылмаған соң, дене өз қорларын жей бастайды. Бұл процесс өте баяу жүреді. Аптасына 500 грамм немесе 1 килограмм. Сондықтан көп адам мұны байқамай қалады. Төртінші белгі – тұрақты жүрек айну мен тәбеттің қашуы. Бұл улану кезіндегідей өткір құсу емес. Бұл үнемі фондық режимде жүретін жабысқақ, жағымсыз сезім. Бұрын сізге тәбетті көрінетін қуырылған еттің иісі енді жиіркенішті сезілуі мүмкін. Бесінші белгі – қандағы қанттың секіруі. Сізде әлі диабет диагнозы болмауы мүмкін, бірақ мына белгілерге назар аударыңыз. Тамақтан кейін 1-1,5 сағаттан соң кенеттен әлсіреп ұйқының келуі. Аш қалғанда қолдың дірілдеп, ашушаңдық пайда болуы. Тәтті жегеннен кейін энергияның күрт көтеріліп, артынша қайта құлдырауы. Бұл ұйқы безінің инсулинді бірде көп, бірде аз бөліп, тепе-теңдікті жоғалтқанның белгісі. Бұл әлі ауру емес, бірақ диабетке бара жатқан тікелей жол. Ұйқы безінің жұмысын тоқтататын 4 жасырын жауы бар. Алкоголь. Ұйқы безі өзектерінің спазмын тудырады. Нәтижесінде ас қорыту ферменттері сыртқа шыға алмай, бездің ішінде қалып қояды да, мүшені ішінен жей бастайды. Бұл жедел панкреатит. Тіпті денсаулық үшін деп ішілетін күнделікті аз мөлшердегі коньяк немесе сыра да жылдар бойы жиналып созылмалы қабынуға келеді. Екінші жау – майлы және қуырылған тамақ. Өте майлы тамақ жегенде ұйқы безі оны ыдырату үшін бар күшін салып, шектен тыс фермент бөледі. Егер бұл сирек болса, ағза төтеп береді. Ал егер күнделікті әдетке айналса, мүше тозу режиміне ауысады. Бұл көліктің қозғалтқышын үнемі ең жоғары жылдамдықта айдағанмен бірдей. Ерте ме, кеш пе, бір жері сыр беретіні анық. Үшінші жау – темекі шегу. Көп адам темекі тек өкпеге зиян деп ойлайды. Бірақ темекі түтініндегі улы заттар қан арқылы ұйқы безіне жетеді. Ол қан айналымын бұзып, созылмалы қабынуды тудырады. Статистикаға сүйенсек, темекі шегетін жандарда ұйқы безінің қатерлісігі шектейтіндерге қарағанда 2-3 есе жиі кездеседі. Бұл қорқыту емес, бұл қатал факт. Төртінші жау – шамадан тыс жеу және тұрақсыз тамақтану. Ұйқы безі ырғақты жақсы көретін мүше. Күні бойы аш жүріп, кешке бірақ тойып тамақтану – бұл ұйқы безі үшін нағыз шок. Тамақты аз-аздан, жиі жесеңіз, без тепе-теңдікті сақтап, жеңін жұмыс істейді. Ал кешкі асқа бәрін бірден араластырып жеу
Жылдар өткен соң міндетті түрде созылмалы панкреатитке соқтырады. Міне, біз ұйқы безінің басты жауларды білдік. Енді басты сұрақ: ұйқы безін қалай емдеу керек? Әлгі дүкендегі арзан әрі алтын өнім не? Қазір мен сіздерге сол өнімді және оны қалай дұрыс тұтыну керектігін айтамын. Назар аударыңыздар. Мен қарапайым солы, орысша атауы овсянка туралы айтып отырмын. Бірақ дүкендегі жылдам еретін қант пен хош иістендіргіші бар пакеттер туралы емес. Кем дегенде 15-20 минут пісіруді қажет ететін шынайы, тұтас сұлы жармас туралы. Бұл мүлдем басқа деңгейдегі өнім. Неге дәл сұлы ұйқы безі үшін маңызды? Бета-глюкан. Бұл ақылды жасымық. Асқазанға түскенде ол арнайы гель түзеді де, қанттың қанға тез сіңуіне жол бермейді. Ұйқы безіне шұғыл инсулин бөл деген бұйрық келмейді. Ол тыныш режимде жұмыс істейді. Авинантрамидтер. Тек сұлыда ғана кездесетін ерекше антиоксиданттар. Олар ұйқы безіндегі созылмалы қабынуды басады. Бұл мүшені іштен жинастырып, тазалап шығумен тең. Магний. Бұл минералсыз жасушалар инсулинді сезбей қалады. Магний тапшылығы диабетке апаратын ең қысқа жол. Ал сұлы магнийдің қайнар көзі. Жұмсақ әсері. Ұйқы безі әлсірегенде оған ауыр тамақ жеуге болмайды. Сұлының шырышты құрылымы асқазан мен ішекті аялап, ферменттердің күрт бөлінуін талап етпейді. Өтті айдау. Ұйқы безі мен өт қабының өзегі бір. Сұлы өттің іркілмеуін қадағалап, екі мүшенде қатар қорғайды. Барлық сұлы бірдей пайдалы емес. Қаптамасынан 15-20 минут пісіріледі, немесе тұтас дән деген жазуды іздеңіз. Пісіру әдісіне келсек, жарманы сумен 1:3 пропорциясында араластырып, баяу отта 20 минут пісіріңіз. Қант қоспаңыз. Оның орнына жарты бананды езіп салсаңыз, табиғи тәттілік береді. Бір шымшым корица қосыңыз. Ол инсулинге сезімталдықты арттырады. Дайын ботқаға бір қасық зығыр майын немесе үккіштен өткен алма қоссаңыз, бұл жай таңғы ас емес, нағыз терапиялық ас болады. Аптасына кемінде 2 рет. Егер жоғарыда айтылған белгілер байқалса, аптасына 4 ретке дейін тұтынуға болады. Егер сіз бойыңыздан аталған 5 белгінің 3-ін байқасаңыз, міндетті түрде дәрігерге көрініңіз. УЗИ жасатып, қандағы глюкоза мен ферменттерді тексертіңіз. Сұлы бұл профилактикамен қолдау. Ол негізгі медициналық емді алмастырмайды. Бірақ оған үлкен көмекші болады. Жұдырығымызды тағы бір рет түймізші. Осы кішкентай ғана мүше сіздің бүкіл өмірімізді реттеп, инсулин мен фермент бөліп, демалыссыз жұмыс істеп жатыр. Ол ұзақ шыдайды, бірақ сөйлей бастаса, оны тыңдау маңызды. Аптасына 2 рет желінетін сапалы сұлы ботқасы бұл ерлік емес. Бұл өз денеңізге деген құрмет. Егер бұл видео пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Өзіңізді күтіміз. Денсаулық басты байлық.